Қайырлы күн, құрметті комиссия отырысына қатысушылар. Бүгін біз 2024 жылғы 30 қазанда жарияланған Атырау облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы сыртқы экономикалық байланыстар және инвестицияларды тарту бөлімінің бас маманы бала күтімі демалысында негізгі қызметкердің орны 2025 жылғы 11 қаңтарға дейін уақытша бос тұрған мемлекеттік әкімшілік лауазымына әңгімелесу өткізетін боламыз. Аталған лауазымға құжат тапсырған кандидаттардың саны 1, жалпы 1 кандидатпен әңгімелесу өткіземіз. Құрметті Асылхан Кенжебайұлы, конкурс ережесіне сай сізге бекітілген сұрақтар қойылады. Сонымен қатар сізге ескертілген әңгімелесу барысы бейнетаспаға түсіріледі және әңгімелесу байқаушы қатысып отыр. Сонымен бірге сізге тіл таңдау құқығы берілетін болады. Қай тілде жауап бергенін қалайсыз? Қазақ тілі мемлекет тілінде ме, я орыс тілінде ме? Қазақ тілінде де. Қазақша. Әңгімелесу бастамастан бұрын комиссия қатысшы сізді комиссия мүшелерімен және байқаушымен таныстырады. Қайырлы күн. Комиссия төрағасы Әміров Серік Саматұлы, Атырау облысы әкім аппараты басшысының орынбасары, комиссия мүшелері Қайырлиева Жұлдыз Қайырлықызы, Атырау облысы әкім аппараты персоналды басқару қызметінің бас инспекторы, Меденов Саян, Атырау облысы әкім аппараты ұйымдастыру инспекторлық бөлімінің басшысы, Кашафиденов Жарқынбек Азидоллаұлы, Атырау облысы әкім аппараты бақылау және талдау бөлімінің бас инспекторы, Хасанов Полымбет Максимұлы, Атырау облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы. Сонымен қатар бізде байқаушы қатысып отыр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Атырау облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы Қақиева Айнагүл Қазбекқызы. Рахмет. Рахмет. Сұрақ қою бастайық. Бірінші сұрақ. Инвестициялық қызмет дегеніміз не? Инвестициялық қызмет дегеніміз табыс алу, Орысша айтқанда, что такое инвестиционная деятельность? Инвестиционная деятельность получение прибыли путем Қазақшада, орысшада қойып отырмыз. Еркін айта бер, қалай түсінесіз? Түсінген бойынша инвестиция деген, мысалы, басқа мемлекеттен болсын, или Қазақстан Республикасында болсын, өзінің капиталын салады, пайда табу үшін, табыс табу үшін, сол өнеркәсіптен немесе шаруашылықтан. Ол тек шетелдікке қатысты ма, әлде жергілікке қатысты ма? Екеуіне де. Рахмет. Келесі сұрақ. Кәсіпкерлік субъектілерінің міндеттерін атаңыз. Кәсіпкерлік субъектілерінің міндеттері. Кәсіпкерлік субъектінің міндеттері кәсіпкерлік кодекстің 27-ші бабында жазылған. Қазақстан Республикасы заңнамасын толықтай сақтау, жүзеге асырып отқан тауарларды немесе қызмет түрін толық ақпарат беру, табиғатты қорғау, Болды ма? Жауабыңыз толық па? Да. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Индустриялық аймақ қандай мақсатта құрылады? Орысша қою керек шығар, да?
Орысшада айтып жүрсің, а? Батырма. Өз тіліме айта берейін де бағана түсінгенімше. Инвестициялық аймақ Қазақстан Республикасына шекарасында белгіленген арнайы шекарасы болады. Сол аумақта инфрақұрылым жүзеге асырылып, анағыдай өзінің Индустриялық аймақ. Инвестициялық емес, индустриялық аймақ. Индустрия деген аймақ қандай мақсат? индустриялық аймақ. иә. Өзінің белгілеген жерінде инфрақұрылымы болады, ол шекарасында. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ: мемлекеттік индустриялық аймақтар қандай түрлерге бөлінеді? Индустриялық аймақ региональный, местный, сосын кіші аймақ болып үш түрге бөлінеді. Келесі сұрақ. Ерекше индустриалдық аймақ мәртебесінен айыру кімдердің шешімімен жүзеге асырылады? Жергілікті атқарушы органмен немесе кәсіпкерлік субъектінің өз шешімі бойынша. Жасалған Кенжебаева, жауаптарыңызға рахмет. Егер де әңгімелесудің қорытындысын алсаңыз, комиссия хатшысы 2 жұмыс күнде сізге хабарлайды. Рахмет, сау болыңыз. Байқаушы тарапынан ескертулер бар ма? Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн комиссия мүшелері. Жалпы конкурс қағида талаптарына сәйкес өткізілді. Ешқандай ескертпе, пікір ұсыныс жоқ. Рахмет.